Сәлеметсіздер ме, құрметті кітап сүйер оқырмандар. 23 сәуір дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күнімен құттықтай отырып, Шарал қазақ гимназиясы мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тыныс-тіршілігін таныстырып кеткім келеді. Кітапханада өз оқырмандарымызбен әртүрлі іс-шаралар, ойындар, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады. Әр іс-шара, құрылатын көрмелер, әңгімелер, кітапхана безендірудегі шаралар оқырмандарымыздың кітап оқуға деген сүйіспеншілігін арттыруға, рухани байлығын көбейтуге мол септігін тигізеді деген ұстанымда. Жас ұрпақтың талабын қанағаттандыру, рухани байлығын, жалпы ой өрісін дамытудағы талап талғамын қалыптастырудағы ең үлкенде ұлы тәрбие құралы кітап. Ал адамның ойын байытып, сауатын жоғарылатып, білім нәрімен сусындатар орта кітапхана. Білімнің қайнар бұлағы кітап деп бекер айтпаған. Сондықтан да мұны адамзаттың баға жетпес құндылығы деп білеміз. Қазіргі уақытта бүлдіршіндерге, студенттерге, оқушыларға кітап оқуға толық мүмкіншілігі бар. Яғни электронды кітап деп айта аламыз. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы өз білімін өз бетімен ізденуінің кітапты көп оқуының арқасында бірнеше тілді меңгерді. Абай Құнанбаевтың шығармашылығы даналықтың, рухани жаңғырудың негізгі көзі. Биыл еліміздің ұлы ақыны 175 жылдық мерейтойы тойлауда. Кітап адам өміріндегі аса маңызды рөл атқарады. Кітап елді сүюге, талапты кішіпейіл болуға, мейірімділікке, төзімділікке баулиды. Одан ақыл кеңес, тәлім тәрбие, үлгі өнеге алады. Кітап біздің рухани жан азығымыз. Ең бастысы жанға рухани азық болар қасиетін сезіну. Қорыта келгенде айтарым, адам баласының бүкіл ғұмырындағы ең сенімді және ең сабырлы серігі кітап. Қазіргі төтенше жағдайда сіздерді кітап оқуға шақырамыз. Біз біргеміз.